Өзіңді тексер, бірінші жаттығу жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Алма бар, алма барда алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде дейді. Бізде бұл жерде қарамен жазылған сөз алма. Алма сөзі амоним сөзге жатады. Бұны дәлелдейтін болсақ, ең бірінші алма бұл бізде жеміс. Жемістің атауы. Ал екінші мағынада алма сөзі іс-қимыл атауы. Мысалы, кітапты алма деген сияқты. Екінші жаттығу бос төркөздерге тұсындағы сөздердің антонимдерін тауып жазуымыз қажет. Тар сөзінің антонимі кең, жаңа, ескі. Жақсы сөзінің антонимі жаман, жуан, жіңішке. Жарық сөзінің антонимі қараңғы. Бұл антонимдерін таптық. Енді дәл осылай дәптерге көшіріп аламыз. Әрі қарай бізде үшінші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасымда қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дереді? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой, шырында сөлде екеуі теңдес ұғым ғой. Бұл өлеңді оқып алдық. Авторы Мұзафар Әлімбай. Өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жуық сөзді тауып жаз. Бұл екі сөздің синоним екенін дәлелде дейді. Сөл сөзіне жуық сөз бұл бізде шырын. Екеуі де синоним, өйткені бұл екі сөздің дыбысталуы әртүрлі болғанымен, екеуінің де мағыналары бірдей. Яғни екеуі де бір мағынаны береді екен. Келесі төртінші жаттығуға қараймыз. Кестені дұрыс толтыр дейді. Бұл кестеде бізде ең алдымен түбірін табуымыз керек. Одан кейін жұрнағын, кейін жалғауын таба отырып, біз толық сөзді анықтап жазамыз. Ең бірінші түбірі құрылыс, ш жұрнақ, лар жалғау. Сонда бізде құрылысшылар деген сөз шықты. Келесі кітаптар сөзінің түбірі кітап. Бұл жерде жұрнақ жоқ. Тар көптік жалғауы. Келесі көл түбірі шік жұрнақ. Өйткені сөз мағынасы өзгерді. Тер көптік жалғауы. Дос түбірі тық жұрнақ, қа жалғау. Сонда достыққа деген сөз шығады екен. Келесі жаз түбірі дық жұрнақ, жалғауы жоқ. Сонда бұл жерде бізде жаздық деген сөз шығады екен. Жақсы, бесінші тапсырманы орындаймыз. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, денім сау болсын десең тақырыбында әңгіме құрастырып айтуымыз керек. Ең бірінші бұл жерде спорт, таза ауа, дәрумендер, күн тәртібі, ұялы телефон және жақсы көңіл күйдің суреттері берілген екен. Енді осы суреттерге қарай отырып, біз денім сау болсын десең тақырыбында әңгіме құраймыз. Денім сау болсын десең спортпен айналысып, таза ауада серуенде. Деннің саулығы үшін дұрыс тамақтанып, дәрумендер жеп отыру қажет. Күн тәртібіңе сақ бол, уақытында ұйықтап, уақытылы оянатын бол. Ұялы телефон қажет кезде ғана пайдалан және үнемі жақсы көңіл күйде жүр.